Сәлем достар, бүгін сіздермен муравейник дайындайтын боламыз. Кімнің муравейнигі дұрыс шықпайды, міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Бізге керек заттар 200 грамм ұн, 80 грамм сары май, 2-3 ас қасық қаймақ және де шымшым сода керек болады. Алдымен ұнымызға сары майды салып, жақсылап езіп аламыз. Үстінен шымшым сода салып, жақсылап араластырамыз және де қаймағымызды салып, қамырымызды илейміз. Жақсы иленген қамырымызды салафанға салып, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Одан кейін холодильниктен шығарып, үккіштен немесе ет тартқыштан өткізсеңіздер болады. Формамызға қамырымызды біркелкі етіп жаямыз және де 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Ал егер сіздер асел пеште пісіретін болсаңыздар, градусты 150-160 градусқа қойсаңыздар жеткілікті. Піскеннен кейін жақсылап үгітіп аламыз. Енді өзімізге ыңғайлы ыдысқа салып, кремін дайындаймыз. Ол үшін сгущенка және де медті араластырып, өзіңізге ұнаған формаға келтірсеңіз болады. Өз қалауларыңызға қарай сәнди берулеріңізге болады. Мен шоколадты ерітіп жақтым бетіне. Дайын болғаннан кейін шамамен 2 сағаттай холодильникке салып қоямыз. Шынымен өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шайларыңыз тәтті болсын.